Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты. Қазақ тілінің дәстүрлі сөз саптамы. Сөз шығаратындары көп, бірақ келістіретіндері аз болады. Әр ақын, әр жазушы сөздің басын өзінше құрастырып, өз оңтайымен тізеді, өз білуінше пікірлейді. Сондықтан әрқайсының лұғатында өзіндік айырымы, өзіндік белгісі болады. Ол айырым белгілерін жай айтып түсіндіру қиын. Әрқайсының шығарған сөздерін оқып, әбден танысып, үйреншікті болғанда ғана сезілетін белгі. Ахмет Байтұрсынұлы. Сөздің тыңдар құлаққа бір тұтас, жұмыр болып жетуі сөз саптамның дұрыс болуынан. Қызылорда облысы Арал ауданындағы қазақи ортаның жасы үлкен адамдарының сөз саптамы. Жақсыбай Төребеков, Арал ауданының тұрғыны. Арал аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бастығы болған. Мәдениет саласының ардагері, 68 жаста. Арал теңізі туралы әңгімесінен үзінді. Ренішім бар, шын айтайын. Себебі солардың қолында болып, біреулер айтады теңіз өзі табиғаттың күшімен, табиғаттың тылсымымен тартылды. Біздің Арал теңізінің суы жер астымен Каспийге кетіп жатқан шығар деген. Бұның бәрі бос сөз. Бұл теңіздің біріншіден тартылуы, екі дарияның Алла тағала табиғат өзі баса солай жаратқан. Осы қызыл кәдімгі ысылдаған құмның ішінен Арал теңізін жасаған Әмударияның, Сырдарияның жүргізіп. Енді біз соны тоқтаттық қой. Мынау Өзбекстан жағы Әмударияны жоқ қылды. Бір тамшы су тамбайды дейді, менің білуімше. Өзім көзім көргенім жоқ қой. Ал Сырдария болса, мынау кейпі қазір. 2-3 жыл болды, су келмей жатыр. Жолда мынау бастауынан бастап қазақ айтпай ма? Судың басындағы су ішеді, аяғындағы у ішеді деп. Деген сөз бар. Мен сол біз Аралдың кебі сол басындағылар су ішіп отқан шығар, аяғындағылар у ішіп отыр остырғанда. Онымен тұрмаймыз. Онымен тұрмаймыз, онымен қоймаймыз. Теңіз өзі кішкентай жылғалап келіп жатқан суды каналдармен өліп алып, олаз болғандай неше түрлі қоймалар салып. Сөйтіп жатырмыз енді жанталасып. Бәрі халық шаруашылығы үшін, адамның дамуы үшін керек шығар, бірақ керек болғанмен табиғаттың өзінің төлінесін сақтау керек қой. Бір данышпандар айтты ма, табиғат айтты ма? Табиғат айтты ма, жаратқан білдірді ме? Сондай сөз бар, табиғатты жазаласаң дейді, ол өзіңді 10 есе, 100 есе қатты жазалайды дейді. Біз сөйтіп теңізге зарар келтіріп едік. Сөйлеу барысында интонация, екпін, логикалық кідіріс орынды қолданылған. Мәтіннің ұйымдасуы, мазмұндық реттігі дұрыс құрылған. Түсінуге қиындық туғызбайды. Жай сөйлемдерді, атаулы сөйлемдерді, толымсыз сөйлемдерді қолданылған. Қазақтың дәстүрлі сөз саптамына сай, көпше түрде сөйлеу әрекетке тікелей өзінің қатысы болмаса да, біз істедік, біз зарар тигіздік деп сөйлеу кездеседі. Қазақ тілі дәстүрлі сөз саптам үлгілерінің прагматикасы атты гранттық жоба аясында Қызылорда облысы Арал өңіріне барған іс-сапар материалдары негізінде әзірленген. Жоба жетекшісі Құралай Бимолдағызы Күдеринова. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор. Бейнеролик авторы Маржан Садықова. Әзірлеген Аслан Сұлтанғазы. Дыбыстаған Ерсін Оспанбек.